Келесі есеп 13 есеп теңдеудің бүтін түбірлерін табыңыз. Бүтін түбір десек, мұнда біз білу керекпіз. То, что уже мынақта а бағаны болмайтын, өйткені ол бүтін емес сан, иә? Бүтін деп мына 20, 14 дегенділерді айтады. Енді есебін шығарамыз, пропорциялаймыз, иә? Так, модуль 3х дейміз да, 5 жетіге өтеміз, 2-ге бөлеміз. Сонда 5-ке өтілген 7 бөлінген 2 болса, ол менде мына жазып жіберейін, 3х қосылған x болса, хоп, 35 бөлінген 2 болады. Мына жақта пропорция қалай жасадым десеңдер, мына модулі бар теңдеуді мына 2-нің орнымен ауыстырамыз да, мына 5-ті 7-ге көбейтеміз. Сонда осындай шығады, иә? Мынау менде неше дегенді өлдіреді? 17 бүтін оннан 5, иә? 17 бүтін оннан 5 пе? Так, 35 бөлінген 2, бірден берем. 2, 1, 15, 7, 17 бүтін оннан 5 екен. Так, енді келесі бүйтіп теңдеуімді бүйтіп нақтылап жазып аламын. И модульді мен 2-ге бөлем, иә? 3 қосылған x тең болады 17 бүтін оннан 5-ке тең болса, келесі модуліміз ол менде дәл осылай, бірақ минусын ар жаққа шығарып жіберем, иә? Енді осыны есептейміз. Есептесек, бұл бізде азайтсам 14 бүтін оннан 5, ал мына жақта x минус 20 бүтін оннан 5. Теңдеуіміздің түбірлері осы 2 сан бола алады екен. Бірақ бізде есебіміздің шартында берілген бүтін түбірлерді тап деп тұр. Сонда бізде бүтін түбірлер мұнда жоқ. Яғни есебіміздің жауабы С нұсқасы болады екен.